Алматы қаласы барахолка тамақ ішуден бастадық. Міне біз ішетін столовыйда осындай меню екен. Бір жағында екінші тамақтар, ал екінші жағында бірінші тамақтар, яғни пельмен, тағы да басқалары. Біз түшпара алатын болдық 1100 теңгеге. Біріншімде кофемізді, нанымызды кеп тастады. Ал міне пельменімізде келді, өте майлы екен, жылқының сорпасына жасалған сияқты. Мен кез келген сорпалы тамақты борщпен ішемін, бірақ бұрысты сеуіп жатырмын, себілер емес. Ал енді дәмін көрейік. Дәм өте мощный пельмен екен, дәм өте мықты. Осыдан кейін тағы да бұрыш септім. Болды, тамақтың бәрін ішіп болдық, өте күшті екен. Ал енді кофені ішіп аламыз да қазір базарға барып етіп қараймыз. Мына мосттан өткен вообще қиын шығар. Қаншама этаж. Қараңыздар. Бір этаж, екі этаж. Еще былайынан жүру керек, ана жағыла. Ал жаңағы мостқа кірдік. Неше метр шығады екенбіз. Осы адамдар жүретін мосттың үсті толық бір базар деп айтуға болады. Не керек? Бәрін табасыз. Балалар киімінде, үлкендер киімінде, очкида, тіпті массаж жасайтын заттарға шейін бар екен. Не керек? Бәрін табуға болады ғой. Тіпті жай мосттың үстінен не керек? Бәрін табуға болады. Көтеріліп бүттік. Міне, енді қазір су керек, дәл жаңағы жолдың барлығы. Не? Жол. Машина өте көп. Біз Олжа дегенге аяқ киім алуға бара жатырмыз. Міне біз Алмалы деген аяқ киім сататын сауда орталығына келдік. Қазір қыстық, бір-екі етік алатын боламыз. Жаңа Алмалыға барсақ, онда только осенний-весенний ғана екен, яғни күздік және көктемдік қана етіктер, аяқ киімдер, а бізге қыстық керек. Енді қыстық іздеп жүрміз. Оказывается, жаңа біз барған базар, Алмалы, тағы да басқалардың барлығы оптовый магазиндар екен, яғни көп зат алу керек екен, сонда ғана сатылады екен. Енді біз Кенжеханға барып жатырмыз. Және өйткені бізге айтты, Кенжеханда бір-бірден етік барлығын сата беруге болады деп. Және де сонда арзан деп айтты. Енді біз қазір автобусқа отырып Кенжеханға барамыз. Кенжеханға бара береміз. Главное, намыстан өтпесек болды. Себебі шынымен талып қалады екенсің. Неге қиындатып жасалған екен? Бірақ осы мосттардың барлығында саудагерлер сауда жасап отыр екен. Оларға өте ыңғайлы әрі жақсы екен. Міне, аялдамада автобус тосып тұрмыз. Бір жақсысы автобустар көп жүреді екен, және тиесілі жүреді екен. Базардан бір базарға барған өте оңай. Кстати, біз оңай деген карточка менде болған, бірақ біз оны үйде ұмытып кетіппіз. Сол үшін енді 150 теңгеден төлеп жүрміз. Сатып алсақ десек, еріндік па, сатып алған жоқпыз. 150 теңгеден төлеп жүрміз. Проезд 150 теңгеден. Міне жол ақысын жүргізушіге төледік. Оның бағасы 150 теңге. Міне автобустан түстік, енді мына Кенжеханға барамыз. Қараңыздар қандай зат шығыпты, руын кім? Болында әркім өзінің руын тауып алуға болады. Базарда жүрміз. Міне етік сататын базар, таңдаулар өте көп, сатушылар да өте көп екен, әрі ұзын екен. Короче, етік алайық деп Алматыға келсек, барахолкаға бағалардың бәрі қымбат екен. Біз өзіміздің қаламызда Семейде арзан ғой. Сөйтіп жүріп, енді Семейден алатын болдық. Кенжеханда барлық қымбат. В общем, базарда жүрсең жүре береді екенсің, және де шаршай береді екенсің. Сол себептен де түк алмайтын болып шештік. Бір-екі зат алдық, наушник, сақ-түйек аксессуарлар, бірақ крупный етік сияқты заттарды өзіміз қаламыздан ала салатын болдық. Себебі біріншіден шаршап кеттік, екіншіден бағалары бірдей екен. Бүкіл Алматы бойынша енді тасып жүреміз дедік те, дәл сол бағаға Семейден алатын болдық. Қазір енді мен бір жұмыстармен аккумулятор қараймын, бағаларын потом қайтамыз.